Достар, көптің көруіне себепші болып, каналға тіркеліп, лайк басып кеттіңіз. Алла разы болсын. Адам баласы бұл дүние тіршілігінде қуаныштармен қатар, уайым қайғыға да душар болатыны мәлім. Әртүрлі күнәлар жасаудан туатын қайғылар да бар. Нашақорлық, ішкілікке салыну, жезөкшелік жасап жүкті болып қалу секілді, ұрлық жасау, кісі өлтіру сияқты күнә істерді жасағаны үшін болатын қайғы іс-әрекеттер. Уайым қайғы өзгелердің зұлымдық жасауынан да пайда болады. Неше түрлі қатерлі дерттерден, немесе өз бала-шағасының мейірімсіздігінен, әйелдің отбасында билік жүргізуінен тағы да басқа қайғыға душар ететін сан түрлі іс-әрекеттер бар. Уайым қайғының емі көркем сабырлық пен игі істер атқару арқылы иманды бойға сіңіру. Әр түрлі жағымсыздықтар мен зардаптарды сабырлық пен үміт арқылы және сауапты істер арқылы жеңілдетіп, уайым қайғы кетіп, орнына қуаныштар келетінен үміт үзбеу керек. Адамдар да уайымда, жан күйзелісінің нәтижесінде Алла тағалаға мінәжат етіп, дұғалар арнаудың себебінен жақсылықтар көбейіп, жамандықтарды жуып шаяды. Дүние тіршілігі зардап, бақытсыздық, тауқыметке толы. Олар көңілге уайым түсіріп, өмірінді делсал қылып, берекетінді қашырады. Уайым қайғыдан арылуды тек Алла тағаладан дұғалар арқылы тілеу керек. Сонда ол өз кепілдігіне алады және оны уайымға салған нәрселердің бәрін кетіреді. Сонда оның жүрегі уайым қайғыдан босап, жүрегінде Алла тағалаға деген махаббат орнайды. Сондай-ақ тілі Алла тағаланы зікір етумен шұғылданып, ағзалары оған тағат, ғибадат етуді бастайды. Дұғалардың ішінде сақтық ретінде дертке шипа үшін оқылатыны да бар. Ісі қиындап кеткенде де оқитын дұғаларымыз бар. Тек қана Алладан мінәжат етіп, Алладан ғана жеңілдігін сұрау керек. Мұсылман адам Алла тағалаға жалбарынып, оған мінәжат етіп, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға дұға жасағанда: «Я Алла, мені уайымнан сақтай көр, уайым қайғыны менен аулақ ете көр» деп тілеу керек. Я адам баласы, мен сенен қайғы мен өкініштен, әлсіздік пен жалқаулықтан, сарандық пен қорқақтықтан және қарызға батудан, әрі адамдардың қысым қорлығынан пана сұраймын де. Егер адам баласы уайымға душар болса, дұға есігі құлыптаулы емес, ашық. Карим жомарт Алланың қасында есік қағылып, одан сұраса, ол қабыл алып, тілегенін береді. Кімде-кім Алла тағаланы құдірет күштің иесі, ол ақылшы, мейірбан, қамқоршы деп білсе, ол оның алдында тізе бүгіп, ісінің бәрін оған тәуекел етіп тапсырса, міне сол уақытта ол уайым қайғы, қасірет, мұндардан арылып, олардың барлық зардаптарынан құтылады. Құрметті тыңдаушылар, сіздерге пайдасы болсын деп осы дұғалар тізімін сіздерге ұсынамын. Алла тағала баршамыздың ізгі істерімізде күш қуат, жүрегімізге шынайы ниет, қиыншылықта төзімділік пен сабыр, үй ішімізге бақыт нұрын беріп, мейір шапағатына бөлесін. Әмин. Дұғаларыңыз қабыл болсын, құрметті тыңдармандар. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласаң, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласаң, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласаң, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласаң, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласаң, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласаң, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы:
Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің. Аудармасы: Я Аллах, өзің жеңілдеткен істен жеңіл еш нәрсе жоқ. Егер сен қаласан, ауыр істі де жеңілдетесің.